Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Мен өткендегі неге кетіп бараттым? Еттің жартысын алуға. Өткенде іріктеп қалыпты деп еттің азғантай ет алдық қой. Енді тағы да ертемен бара жатырмын ет алып келуге. Мамалар әлі қонақтықтан босаған жоқ. Әлі той-домалақ, құдалық, кит, жүк көрсету, қырт-жырт. В общем, ана салт дәстүрлері көп екен. Сондай шаруалармен жүр әлі. Мен жалғыз өзім кетіп бара жатырмын етке. Үйдегілер бала-шаға бәрі әлі демалып жатыр. Бүгінгі ауа райы деген таң атпай ысып тұр уже. Алсаң керек болса Ақтөбе салқын, Ақтөбе жаңбыр деп жүргенде кәдімгідей ысып бара жатыр таң атпай. Көшеде Алматы сияқты шұбырған халық жоқ. Жай адамдар. Күшті, бірақ қатты шұбырған адам жоқ екен. Шуламай, көп шу жоқ. Тыныш. Элемент шет жағында жүрмін бара сондай. Маған комментарияда жазып жүрді. Қыздар ма, неге? Арықтағасын қартайып кетіпсіз деп. Қайдағы арықтаған, ол жерде көліктерін тірсей батыр. Жоқ-та көп ес қосып жіберген сияқты. Енді ол деген шашымды бояуту керек болып тұр. Шашымнан шығарып қартайтып тұрған. Шашымды боятып алатын маған. Ал қай жерде жақсы салон бар шаш бояйтын? Айта кетіңіздер достар, мына жерде мен жақын жерден салон көріп тұрған жоқпын. Іздеген затын табылмайды ғой. Өткенде аптека іздеп едім, аптека табылмадым. Енді салон қарадым, салон табылмадым. Шашты боятуға. Осы шаштарымды боятып алсам, бір жұмысты бітірем кішкене. Ауылға еткенше боятып алуым керек. Міне тағы да сыртын көрсетіп жіберейін. Манты аты жанат деп тұр. Ішінде неше түрлі еттер. Шаштар жақсы. Именно дәмі тәтті болып тұр ғой, сол еттің мамаға қатты ұнап қалған. Сол үшін сол етті алдым. Міне тағы да бір пакет ет алып келе жатырмын. Ет дегенде бет бар ма деп етті жинай береміз де. Ет жақсы көретін қазақпыз ғой. Мен өткендегідей остановкаға мініп қарап тұрайын. Өткенде адасып кетіп едім. Сол үшін дұрыстап тұрып қарап жақын жерден түсейін. Өткенде екі остановка асып кетіп жаяу жүріп едік. Нормальный остановкадан түсіп, жақын жерден үйіме жақындап қалдым, жақсы келатырмын. Адаспайды. Қасымнан бір бала өтіп кетті де, кішкенен кейін сәлематсыз ба дейді. Менен басқа ешкім жоқ екен, қасым өтіп кеткен. Артыма қарасам, жаңа қайтып манағы бала. Сіз YouTube канал түсіретін емессіз ба? Куанавто каналда көретін болып тұр ғой, мен Куанавтоны. Содан, мына жақта неғып жүрсіз? Алматыда емессіз ба дейді. Не Алматыдамын, осы жаққа қыдырып келдім деп. Содан даладан көшеден көріп тұрып амандасып жатқан. Балдар қызық, анадай күшті болып қалды екенсің де, өзіңді көріп танып амандасып жатса. Күшті, рахмет балдарға. Ал келіп қалдым. Бүгін үйге барып, обед дайындап өйтіп, бүгін кешке қайда барамыз, ойланамыз деймін. Отырғызбайтын шығар, анда барайық деп көреміз. Шығып жатсақ, сіздерге түсіретін боламын. Мен бірге болыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Мені қолдап, қопаштап жатсыздар, комментарий жазып жатсыздар, тіркеліп жатсыздар, рахмет. Көптен су ішпей қалдым, вообще норма, вообще су ішіп деген сияқты диета, норма деген бәрі қалды. 1 литр суымды до обеда таусайын деп өйстіп құйып алып, өлшеп отырмын. Қазір обедке гулеп ет асықта нан илеп жатыр. Қалған бәрі ұйықтап жатыр дегендей. Отырмын жалғыз өзім пока. Үйде отырып айналама қарап, тугестен қарап, мен деген андай не тауып алдым, салон тауып. Салон ана жердегі домда, фотоға түсіріп, жақындатып қарап, адресін тауып, интернеттен тауып алдым. Короче, осыған запись жазылдым. Қазір бұйырса осы жерге шашымды боятып келемін. Кетті қызым, мен қасыма қызым бар бірге. Не? Аузын шөтсіз, мен видеоға түсіріп жатырмын ғой. Дек ма? Деп. Күшті не етіп отыр десіп, тезе бар. Кетті қызым, мына жерде мысығым жатыр. Мысықты алып кетесің бе? Ұйықтай берсін, ол тамақ ішіп алып рахаттанып жатыр. Кеттік. Жақын шығар деп, воротадан шыға қойынсам, воротын бәрін қаптап тастап, жан-жағын бәрін нетіп тастаған екен. Не тәті? Қоршап. Соны неяқпен айналып. Жатыр ғой, мына жақта деген шоқалақ жолдар ғой. Ырсылдап қалдым ғой. Өлмеймін, күн ысысы еще бик киіп алғасын ба, жүре алмай кеттім мына жерден. Мына шоқалақ жолмен былай қарай шығып кетірміз енді.
Екі деп еді, екі кешен үлгерсек жақсы болар еді. Қызымыз екеуміз келе жатырмыз, күнге күйіп дейсің. Күн жанып тұрғанда нең бар десеш, үйде жатпай десеш. Қазір шыққаннан кейін көрсетем шашымды. Қандай болады? До и после көрсете алсайшы. Мынау до деп қаралаңда до болып жатыр. Шашым деген ағарып, сап-сары болып, сондай болып жатыр. Шыққасын. Басқа түс көрсетем. Салонға келдік. Точно уақытында 2-де. Әдемі екен. Салонның іші күшті, әдемі, да? Розовый цвет. Бірақ тып-тыныш. Мен 2-ге жазылдым. 1 минут қалды, 2-ге қазір келетін шығар. Күтіп отырмыз, қызымыз екеуміз. Кондиционер қоспаймын екен. Жүріп келгендік ма, ысы болыпты ма? Қым болса, вообще күшті болып кететін еді. Так, мен қызымды магазинге суға жұмсап алайын. Біз салоннан шықтық, шашымның түсі дадам деймі? Шыны осындай болып шықты, алып достар. Айтшаңыздар, қалай болып тұр шашым? Күшті ма деп қой. Өзіме ұнап тұр енді шашым. Қазір үйдегілерге ұнаса болды. Жігітіме ұнаса болды. Аты ол ту деп шығады, шашын жайын болып тұр деп мен настроение құртшы береді. Да? Саған ұнап тұр ма? Точно? Мен қызыма ұнады. Мен түсіріп болатсың да үндемей келіп. Жоқ, мен шашым қалай? Олай болмайды, үндемей түсіріп. Мен шашымды сұрап жатырмын, сөйтіп жақсы, шашымды көрсетіп жатырмын саған. Шашымды. Шашым деген күшті. Мен басқа андай холмалы цвет болып кетіпті ал. Да? Әдемі цвет болып кетіпті. Ұнап тұр ма? Керемет шашым. Болды онда. Құтты болсын, андай хамелеон болып тұрмыш. Саған ұнаса болды. Күшті болды, күшті болды. İstiyor musun da? Masada yıkılmış жатсыңдар ғой, рахаттан. Біздер кешке бала шағамызбен кинотеатрға кетіп баратырмыз. Давай лифтке міндік. Такси шақырып қойдық, такси күтіп тұр. Так, баратын фильміміздің аты көршілер. Барғаннан кейін дұрыстап көрсетіп жібереміз сіздерге. Ал, давайте. Біздер де керуен сетеге келіп қалдық. Бірдеңе алатындарыңдар, попкорн, бірдеңелерін алып алыңдар. Да? Біз жанталасып едік, үлгермей шығамыз деп. Бірақ нормально, жарты сағат уақыт бар екен. Жарты сағат уақытымыз бар. Шаш не олыпты мен? Цвет күшті ме? Келді. Не қай жағында екен андай? Супермаркет қай жағында? Орда, самый верх. Супермаркет жоқ, нет, супермаркетке барып алайық. Давай. Это там... Сок купим. Во двор пошлите, там большой. Супермаркеттен андай лейс, сок бір нәрселер алып шықтық, иә? Демалған жоқ соңғы бірде. 3000 бір нәрсеге шығып кетті, да? 3037. 3031 ма, 37 ма, сондай теңге шықты. Біздің қасымызда менің 2 қызым бар, и жиен бар. Патимош деген. Кеттік ал 3-ші этажға. Қайда? Лифтіге міне салайық та? Иә, лифтіге міне салайық. Қараңғы екен видеоға, да? Қап-қараңғы болып тұр. Міне біздер ең соңғы 10 рядқа, 10 рядқа отырып орналастық. Сөйтші. 10 рядқа орналастық залда. Адам азғантай. Почти ешкім жоқ. Неге бұлай? Может, қазір жиналар, бірақ сағат уже болып қалды. Нал дейтін еді, приятного просмотра дейма. Жақсы тойлап, тойлап деппін ғой. Жақсы, күшті болып демалып кино қарап. Қайтайық, достар. Шыққасын кино қандай болғанын қыздарым айтып береді. Негізі ең артқа 10 рядтың сиденьялары күшті, осылай үлкен. Сосын барып. Иә. Әкем 1000 теңге жіберді. Мен әкесі 1000 теңге жіберді дейді. Әке маған 10 теңге жіберді. Бізге алып бер деп жіберді оны. Аруайға да 1000 теңге жіберген шығар онда. Иә, айтты. Қыздарына 1000 теңгеден жіберді, маған 10 теңге жіберді. Оны бізге зато бірден алып берсін деп жіберді. Енді алып беріп отырмын ғой енді. Әкесі молодец қой, қыздардың бәрін жағдайын жасап жатыр. Так, адамдар жайлап жиналып жатыр. Негізі мен мана билет алған кезде, мен онлайн сатып алдым. Нормально билеттер бірталай не болды, забитый болды, алынған болды. Место көп болған жоқ.
Мына жерлердің бәрі бос емес болды. Менің мына жақтарым бәрі бос емес болды. Былай қарай бос болды. Соны алдым мен сегізді. Касса алатын шығар. Айтпақшы билеттің бағасы үлкендерге 2.500 теңге, детский билет 1200 теңге. Адамдар жиналып жатыр. Біздер шықтық кинодан. Не түсіндіңдер? Не кино ұнады ма сендерге? Қандай не жайында айтыңдар ал? Түсінгендеріңді айтыңдар деп қойын ба? Короче, не таты? Көршімен тату болу керек. Көршілермен тату болу керек, бір-біріне сену керек деген сияқты ғой да. Не жайында екенін айтайын ба? Иә. Ұрылар Ұрылар басқа біреу, бірақ ол көршілерден көреді да. Өші былай бір қарауға болады. Керім емес, бірақ бір қарауға болады да. Шыны аралап жүрміз. Саат 9-дан кетті. Жайлап шығып, таза ауамен үй жаққа қарай барамыз. Жайлап шығып, енді үй жаққа қарай барамыз. Таза ауа жүріп. Кеттік ал бірге барайық, үйге қарай. Далаға шықтық, есіктің алды. Біз басқа жағынан арт жағынан шығып кеттік өдемде. Арт жағынан шығып кеттік пе? Басқа жағынан шығып кеткен сияқтымыз. Дала жап-жарық екен әлі. Не істейміз, кішкене жүрек жаяу. Сосын шаршасақ барып не етерміз, таксиге мінерміз, пока жаяу жүре тұрайық. Арбай қызым кофе алып, қалғанда ішкісі келіп тұрған жоқ, тойып тұрып деп тұр. Мынандай машинка деген кітабалдардың көпелердің ойнайтын ғой, көш. Мынандай машинаға отырам дейді. Не, почему не? Көш көпелердің отыратындар ғой. Действительно, мына жерде дәм болсын жүресіңдер. Бостамыз. Әдемі күшті болып тұр. Фатима қайда? Фатимош, кеттік. Дала күшті болып тұр да, ыссы да емес, салқын да емес, қатты салқын емес, күшті болып тұр. Фатима, саған кино понравилось? Да. Ұнады ма? Не запомнились и опять помирились. Хоть не сказали прости, это мне очень сильно запомнилось. Да? Не ходим. Солай дейді, ал түсініңдер ма? Не заты өсіп атқан ал, айтыңыздар, кім біледі? Мынандай бірдеңе өсіп атыр. Қыздарым өтірік қой десе, жоқ, өтірік емес. Иә. Піспеген қатты зат, бірақ аздап жұмсақ. Осындай болып тұр. Кім біледі мынау не екен? Айналып мороженое алдық. Әлі осы жерде жүр. Мороженое, сок, шоколад, 40 осымен. Ал жеп алыңдар, ас болсын, сосын шығамыз.